Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Гүл. Бала кезден сүйіп жейтін, қытырлық өте дәмді вафли дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Жасалуы өте оңай, бір жасағаннан шығатынына кепілдік беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық ингредиенттерді видеоның астына жазып қоямын. Ыдысымызға жұмыртқа мен қантты салып, үй жағдайындағы венчикпен немесе миксермен араластырып аламыз. Келесі бөлме температурасындағы тұрған сливочный майымызды ерітіп алып, жұмыртқа мен езілген қант үстіне құйып араластырамыз. Барлығын араластырып болған соң, үстіне ұнымызды аз-аздан салып, жақсылап бір келкі қоймалжын болғанша араластырамыз. Вафли пісіретін арнайы вафельница қажет болады. Вафельница массасын құяр алдында плитасына май жақпаймын. Ал енді бір келкі массамызды құямыз. Содан соң ашып, вафлиді өз қалауларыңызша түрлі формада орауға болады. Мен көлік формада ораған ұнайды. Мінекей достар, вафлиіміз дайын болды. Мен айтқандай барлық техникаларды жасаңыздар, міндетті түрде оңай әрі тез дайындалады. Сіздерге ұнайды. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрбір салған рецепттерімді жіберіп алмаңыздар.